Қазақстанның астанасындағы Барыс командасының бас бапкері Михаил Кравец барлығы орысша, ағылшынша сөйлейді, сол жеткілікті депті. Яғни Қазақстанда жұмыс істеп, Қазақстанда өмір сүріп, қазақтың тілін білудің қажеті жоқ деп санайды екен. Мемлекеттік тіл міндет емес, жай ғана қосымша құрал сияқты. Бұған дейін футбол құрамасының бұрынғы бапкері де Станислав Черчесов деген қазақша сұрақтан қашып, әзілмен құтылып, кейін айыппұл төлеп артқа қарамай кеткен еді. Ал енді міне дәл сол жағдай хоккейде де қайталанып отыр. Кімге керек біздің тіл, кімге керек біздің рух? Кейбіреулер айтуы мүмкін, алдымен өз қазағың сөйлетіп алсашы деп. Жоқ, қазақ тілін міндеттеу керек, өйткені бұл тек тілдің ғана мәселесі емес, бұл мемлекеттің абыройының мәселесі. Қазақ жерінде жұмыс істейсің бе, қазақ тілін біл. Қазақ халқының нанын жеп суын ішіп жүрсің бе, қазақша сөйлеуге міндеттісің. Ұлттық командалар мемлекеттік тілде сөйлемесе, олар ешқашан ұлттық рухты сезіне алмайды. Онда бұл команда кім үшін ойнап жүр, қай мемлекет үшін ойнап жүр?